Жақсылық аға, бір адамдан ақша түсу керек. Қалай түседі? Бірден төлеп тастаймын. Руслан, сен алдыңғы айдың квартплатасын төлеген жоқсың. Сенің ертеңінен шаршадың уже бар ғой. Омар, берші! Мен кішкене қолданайыншы. Сосын берем. Мен саған қорқытқан шығар. Аға, тағы да кішкене уақыт беріңізші. Төлеп тастаймын. Руслан, мен саған оны айтайын деп хабарласып отырған жоқпын. Осы айдың соңында үйді босат. Мен басқа адамдармен келісіп қойдым. Ақымақ, абайламайсың ба? Мен байқамай қалдым ғой. Мынаны есі көрсе біттік. Бар енді сауық меспірін алып кел. Ой, дұрыс көзіміз болғанда бүйтіп қорқпас едім. Аға, айдың бітуіне 2-ақ күн қалды ғой. Мен аяқ астынан қайда табам? Тамаққа келіңдер. Мен сумкамдaki мақтарды. Мен саған қажета, мен заттарыма тиіспеші деп. Кетші, оның ішінде менде заттарым бар ғой. Жалғыз өзің тұрмайсың ғой. Мам, мен мыналардан бөлек жатайыншы. Жасым 13-те ғой. Бүкіл подростықтарда адам сияқты бөлек бөлме бар. Болды. Қазір саған үйдің жанына тағы бір бөлме қосып береміз. Ой, не болды? Бірге жатып бердің ғой осы уақытқа дейін. Неге бөлек шығатын болып қалдың? Қалмаса, неменеге сонша қалыңып тұрағасың е? Тегінге батырмасаған? Жұқап тұра мынаны. Өз асқал ғой, несіне не дейміз? Бөпті тұра берші. Айсәуле, сәл айныңа қарап кітаптан да басқа іспен айналыспайсың ба? Келесі жылы ешқа тапсырайын деп жатып ғой. Жақсы дайындау керек. Тәжірибе тапсыратындар бүйтіп дайындалмайтын шығар. Тез тамаққа келіңдер. Иә. Беріп қойдыңыз ба? Аха, жарай, сау болыңыз. Рахмет. Тамақ пісіп қалма, қарным ашып кетті. Бүгін қиын жаттығу болды. Алло? Иә, жаңа квартира бойынша хабарласқан едім. Ертең барып көруге бола ма? Жарайды, хабарласам сізге. Аха, сау болыңыз. Дұрыс болды. Егер өзіміз не болғанда бүйтіп қиналып жүрмес едік. Пап, біз көшейін деп жатырмыз ба? Иә. Менің достарым бәрі осы жақта ғой. Неге көшейін деп жатырмыз? Оның үстіне 1 жылдан соң мектеп бітірем. Енді қызым басқа амал болмай тұр. Иә, таңертең келіп көресіз, жарайды, жақсы. Не болды, алдыңдар ма? Сіздер, нан қымбат екен ғой, Біз алмай қойық, басқа дүкенде арзанырақ со жақтан аламыз. Мам, сондағысы 20 теңге ғой. Не бопты 20 теңге? Ақша емес па не? Күніге жинасақ 5 күнде бір нан аламыз, үнемдеу керек. Не ұстап ағасың сен қолыңа? Көп қой, зиян ғой ол. Тым болмаса нан алайықшы, өтініш, мам. Үйде қатқанынан сухарь жасап берем, қой орнына. Пакет 20 теңге қосайын ба? Пакет керек емес, сукаларын да шындап. Есепте беріңіз, Мам, ұят болды ғой. Ұят ештеңесі жоқ. Ақша жүрген жерде. Қандай ұят ол? Сал. 4370 теңге болды. Болды, Түәрмен төлей берейін. Пакет қосқан жоқпын. Жақсы. Рахмет сіздерге. Мам, жақында футболдан іріктеп болайын деп жатыр. Егер өтетін болсам, футболға тегін қатысады екенмін. Айтпақшы, менде де мам, бүйірмесінен болайын деп жатыр. Барайықшы, мам, пожалуйста. Оның тегін болғанын қайтейін. Ертең жол көре дейсіңдер. Одан бірдеңе шірдеңе жейім дейсіңдер, киінем дейсіңдер. Бәрі қып-қызыл ақша ғой оның. Жүр. Ал,
келіңіз. Бөлме осы, сіздердікі. Асхана, ванна, туалет деген ортақ. Түсінікті. Мына бір бөлмеге бесеуміз сиямыз ба? Неге арзан екенін түсінген шығарсыз? Ал анау екінші бөлмеде кім тұрады? Мен өзім тұрам. Балаларыңыз бұзық емес па? Жоқ, ол жағы уайымдамаңыз. Бүгін көшпесек болады ғой, иә? Болады, иә? Бірінші... Иә, есіне шығып кетті. Жаңа номерді ғой, иә? Иә, сол номерде алдыра беріңіз. Түсті ма? Түсті, рахмет. Жүріңіз асхананы көрсетейін. Сізде кейін. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Сендер не істеп мұнда? Біз тұрамыз мұнда. Не? Бұл біздің үй емес па? Бөлмеміз деп айт. Оның өзі жалдамалы. Қалай сонда? Үйдің бір бөлмесінде сендер де тұрасыңдар ма? Я, сендер ана бөлмеде, біз мына бөлмеде тұрамыз. Біздің папа есі дұрыс па? Әлде есімен алдып кетті ме? Жоқ. Папаларымыз солай келісті. Сосын үйдің иесі біз. Пап? Сендерге айтам деп ұмытып кеттім ғой. Таныс қойындар, осы үйдің балалары. Жетпеген осы ет. Жарайды, біздің бөлме мынау. Кіріңдер. Омар, тұршы, ана бұрышқа мен жатамын ғой. Жоқ, мен бірінші келдім. Зато мен жасым үлкен, үлкенге орын беру керек. Мен пападан мұндайды күтпедім. Біреудің үйінде тұрып жүргеніміз аздай, енді есімен бірге тұратын болдық па? Ой, қоя бер, уақытша шығар. Бір айдан соң қайта кететін шығармыз. Зато жылы болады. Егер орындарын дұрыс бөлетін болсақ, бәріміз сиямыз. Мына жер керісінше ыстық болады. Бангладеш болайын деп тұр ғой. Бұлай болмайды. Папаға айту керек. Жеке бөлме түгілі, жеке өмір болмайтын болды ғой. Кейін біз сөзек кемсат жүрмесек болғаны. Тым болмаса бізден сұрамайды ма? Жеке бөлме сұрап жүргенме қанша уақыт болды? Қайта келгендері жақсы болды. Енді бізге ай сайын ақша түсіп тұрады. Мама үнемдеп қоятын шығар. Біздің мамама? Армандама. Сен есің дұрыс па? Көзіне қарамайсың ба? Кеш, байқамай қалдым. Қалай байқамай қаласың? Не істедің енді мынаны? Қыз, өзім тазалап тұрмын. Кетші бар. Не кеуіп жатыр? Мама, қой, алаңдамасайшы, қазір өзім жинап аламын. Істей алмасаң ас бөлмеге кірмей ақ қойшы. Істей аламын, просто газға үйрене алмай жатырмын. Көрініп тұр. Омар, кісі кеттің, ұйықтап қалған жоқсың ба? Есікті аштай.
Не olsun takıldat? Sen küçük dursan болмай ма? Тұршы былай. Азия, бұған сүтікті бере тұршы. Жарайды, берейін. Тек қалған киімдерді сен түзеп беретін болсаң. Келістік. Хабайлы бүттікте маманың көйлегі. Омар, көйлегін бермепсің ғой. Омар. Айсәуле, маманың көйлегін түзеп болдың ба? Адия, не болды? Түктеп болдың ба? Мам, мен емес түктеген. Кім істеді енді? Жиналыңдар! Мына көйлектің ақшасын төлеңіз, сіздің қызыңыз күйдірді. Болды. Төлейміз. Бала ғой. Бұлай болмайды. Не масқара мынау? Бүкіл бөлменің светін жағып қояды азаннан кешке дейін. Сосын суды бұлай өшірмейді, ағып тұрады. Адам көп болғаннан соң шығар. Болмайды бұлай. Ереже орнату керек. Айтып қояйын. Таңғы сағат 7:30-да таңғы ас ішеміз. Сіздер ішіп жатқанда біз ваннаны қолданамыз. Енді осы кісінің есебі көрсеміз ба? Есебі тура шықсын деп тіле. Ваннаны 15 минуттан артық қолдануға болмайды. Айдың аяғында есептеймін мен. Коммуналды қызметтер көбейіп кетсе, басқа квартираға ауысыңыздар. Керек емес бұлай. Балалар сосын қатты шулайды. Мазаны алмасын шу, өтініш. Түнгі сағат 22:00-ге дейін ұйықтап қаламыз балалар. Кешкі сағат 9-дан былай қарай асханаға ешқайсысын кірмейсіңдер. Мен холодильникті екіге бөліп қойдым. Үстіңгі жағы біздікі, біздің отбасынікі. Астыңғы жағын сіздер қолданасыздар. Сосын бір-біріміздің азық түлігімізге қол сұқпаймыз. Сіз одында не істеуге болатынын айта салыңызшы, соңғы сияқты ғой. Тын салуға болады ма? Әлде ол да уақытпен ба? Сөзімді бөлмеңдер. Мына үйді аптасына 2 рет жинаймыз. Оның бір күнде сіздердің отбасы жинайды, екінші күні біздің отбасы жинайды. В принципе, все. Мен жұмыстан кешіктім сіздердің кесіріңізден. Мен сізді апарып тастайын, Тығып әуре болмақ көріп қойдым. Кесіш, жем келіп кетті. Бүгін футболдан келе жатып алып келем. Алма керек емес, соның орнына 2 алманың ақшасын бер, солай мен есептең болады. Қумаш, мен бір алма алып тұрмын ғой. Сосын сен алманы қызғанбайтын жарсың. Мәселе алмада емес, оны ұрлап жегенде менің ең жек көретін нәрсем тамақты ұрлап жеу. Мен ұрлаған жоқпын, жай дәмін көрдім. Не істейсің ол? Көкемді таныттым. Омар, қойсыңдаршы, жынды болайын дегенсіңдер ма? Қызғаншақ. Бірінші өзін сұрап жеп үйрен. Неге мені бірден шақырмайсың? Енді айтайын деп жатқам. Қазір біздің тамақ ішетін уақыт. Бөлмені босатыңдар. Қалғымызда келіп тұрған жоқ. Мынау не? Ванна кестесі. Кім қашан кіреді, сосын тазалық кестесі. Бірінші сендер түсесіңдер, ал үй жинайтын біз ба? Қайта жақсы емес пе? Басқаттың түбі тәтті. Ережеде кестеде өздеріне біз бағынбаймыз. Ұмыт кеттің ау деймін. Үй біздікі, бағынбасыңдар, үйді босатыңдар. Көреміз әлі. Өзім де сендерге барғым келіп жүр.
бірақ амал жоқ. Иә, жақсы, онда кейінірек звондаймын. Достарың кірмей жатсың ба? Түсінбедім. Жаңа телефонда достарыңмен әңгімелеріңді естіп қалдым. Соған айтып жатқан ғой. Біреудің әңгімесін тыңдаған жақсы емес. Сосын мені андығанды қойшы сен. Не қылса екеуміз бір подъезде тұрамыз. Ақымақ. Ей, шоколад жегеніңде тойып қаласың ғой тамақ ішсе. Ой, тобай. Мам, Не? ертең пицца пісіріп жегші, соңғы рет қашан жегенім есімнен шығып кетті ғой. Иә, мен не керектігін білем. Барып өзім алып келе алам. Қайдағы пицца? Тамақ істеп қойдық қой 2 күнге. Осын тауысып алыңдар. Ас болсын, су ала салайыншы. Рахмет, сендер ішіп қойдыңдар ма? Әй, балалар шақыра салсай, келіп тамақтанып асында. Жоқ, рахмет, біз папаны күтіп отырмыз. Мам, тағы бар ма? Маған тағы құйып беріңізші. Әй, алдындағын жеп асай бірінші. Асқазаныңды ауыртасың ғой. Жетеді ғой мына порция. Көздерің тоймай ма немене өз? Папа, ұялыңыз. О, баба, шоколад таусы. Иә, сендерді қалағандарыңды ал. Пап, өңге қымбат затты толтырып алыпсыз ғой. 1 айлық азық түліктің ақшасы кетіп қалыпты. Соны айтам, бізге үнемдеу керек. Бұлай ақшаны шаша берсе ешқашан үй ала алмаймыз. Сендер уайымдамаңдар. Мен барда не қам бар? Алинұр, Адия, сендерін алып тұрсыңдар, келіңдер. Мен сендерге де алдым. Үй алып тұрсыңдар ма? Жарайды, қоймадыңыздар ғой. Алма бермеймін. Осымен есептескен боламыз. Аржатындар шапыспай. Енді біреудің үйі болғаннан кейін осылай жатамыз. Осы біздің папа жақсы аяқ алады ғой. Барлық ақша қайта кетеді. Біздің папа тым ұзақ. Біреу қарызға сұраса бере салады. Сәл артық ақша болса, тәттірек алып қуып кетеді. Қойш алса бір жесін деп алады ғой. Бізді ойласа, сонша жыл тұрған квартирамыздан айырып қалмайтын еді ғой. Достарымыздан да айырылып қалмайтын едік. Бізге бірдеңе істеу керек. Папаға айтайық. Айтсаң ренжіп қалады, одан да жаймен үйретейік. Мысалы, Жәудір әпке ақшаға өте қатты қарайды. Соның арқасында осы квартираны алып отыр. Онда ертеңнен бастайық. Осы өмірларға рахат, я, папалар қалаған заттарын алып береді. Айтпа, үйге келгендеріне 1 апта болды. Бірде береді жоқ деген емес. Сол үшін әр айда әр жерге көшіп, есі жүр, сол күшті дейсің ба? Есесіне еркін жүреді. Қанша минут душқа түсіп, қанша туалетіне бумаға ұртқан санап отырмайды. Шынымен, кейде біздің мама қатты артық кетіп қалады. Бірақ кемді тозға жеткен шекеміз деп, сыныптастарымыздан ұялып көретін болдым ғой. Есесіне, Айсәуледе су жаңа кроссовка бар. Ал Омар қалаған қосымшасын бәріне барады. Жақсы, сендер түсіндім. Я, біздің мама қатты үнемшіл. Ол кісіге жаймен расходтарды көбейтіп үйрету керек. Оны қалай жасаймыз? Менде бір идея бар. Бірақ оны ертең айтам. Сіздің балаларыңыз душқа менің балаларыма қарағанда 7 минутқа артық түседі екен. Бұл 1 айда есептегенде коммуналканың 35%-ын құрайды. Ең суға болашыламайтын шығарсыз. Сіздің 5 минут деп берген ана душқа уақытыңыз
мүлдем жетпейді ғой. Ең шешінейін деп жатамыз, 5 минут уақыт өтіп кетеді. Жоқ, мен оны су қосылғаннан бастап есептеймін. Қателеспеңіз солай. Су қалай қосылады, мен солай есептеп жатырмын. Сосын біздің азық түлігімізге қол сұғып жүр балаларыңыз. Ай, қойшы. Не? Неге сонша жадныйсыз? Сәл шашылсаңыз ештеңкеңіз кетпейді ғой. Балаларыңызға тәтті бермейсіз, фрукты алып бермейсіз. Ойбай, зато мен экономдағанның арқасында үй алып отырмын. Жаман болып жатқан жоқпын одан. Мен де сіздің балаларыңызға сонша ақша құртатыныңызды түсінбеймін ал. Мен бар ғой, менің балаларым әкеміз бізге ештеңке әпере алмады демесе екен деймін. Аналарының жоқтығын білдіртпей, олардың бар ғой маған жасырған сырлары болмаса екен деп уайымдаймын. Түсінесіз ба? Одан да эконом деп үй алмайсыз ба? Сендерге де біздің бұл үйде тұратынымыз ұнамайды ғой, Иә, не болды? Онда бізге бұл үйден тезірек көшіп кетуге әрекет жасау керек. Ол үшін біз бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Мысалы, егер сендердің аналарың ақшаны көптен жаратып үйренсе, біздің сендердің үйлеріңе керектігіміз болмай қалады. Ол үшін бірінші сендердің әкелерін ақша үнемдеп үйрену керек шығар. Ол жағын өзіміз шешеміз. Ал бізге бұдан не пайда? Ең құрғанда бір бөлмеде қысып жатпайсыңдар. Қалай? Бұл біздің уақытша бір кетімізді білдіреді. Тезірек көшіп кетулеріңе тілектеспін. Ей, қайда бара жатсың? Футболға, сосын баскетболға бару керек. Оны күрсініп айтпайтын шығарсың, керісінше қуансай. Басында сонша қызғын, қазір бармай қалуға ұялып жүрмін. Не үшін? Папа айлығының тең жартысын мен қосымшаларыма берген. Барын келмейді десең көңілге түсіп қалатын сияқты. Бүгін барын саған не үшін айтып тұрмын, давай. Біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы. Нешесін таптың бе? Мүмкін үйге келерсің, көріспеген көп болды ғой. Отырып әңгіме айтамыз. Мүмкін киноға барып қайтармыз. Көңілің жоқ па? Не бар сен? Өзім жеке шаруам. Жеке шаруаңда онда бүкіл подъездесіз ғой? Бармайсың ба енді? Жоқ, бармайым. Неге екенді айтпаймысың ғой? Оларға барсам көп ақша кетеді. Қыздарға ақшам жоқ деп қалай айтам? Егер сенің ақшаң жоқ екенін түсінбесе, нағыз достар болмай тұр ғой? Жарайды, онда осы жерде отырайық. Қой, мен еріп отыратын уақытым жоқ. Маған жұмыс табу керек. 8 жасында қайдағы жұмыс? Сабақ оқып па? Болды. Жұмыс болса жұмыс. Мен кіші сыныптағы репетитор болып жұмыс істеймін. Қалсың, қасыма кел. Шынымен ба? Е? Бұл не тағат? Жай отбасылық кеш. Бүгін өзіміз отырып шай ішейік деп. Бәрін әдемілеп жасап қойдық. Қазір тамақ дайын болады. Қалай екен? Оларды қайдан алдыңдар?
Мам, біз акция деген товарларды алдық. Арзан и аз ғана. Бір күшті болып отырайық деп едік. Аз болса да ақша кетеді ғой. Кім сендерге ақша құрт деді? Сонда жай ғана адам сияқты күліп отырсақ та ақша кете ма? Күле бер. Күлкі тегін. Мыналар тегін емес қой, бірақ ақша кетеді ғой бәріне. Сонда қашан өмір сүреміз? Онсыз да өзіміз қалаған еш нәрсені жасамаймыз. Аппетитім қалмады ғой. Өздеріңізді шеберіңіздер. Пап, мына чипсыда акция екен. Екеуін алсам, біреу арзан. Экономия. Омар, бізге чипсы керек емес. Кеше не деп келістік? Омар, ала бер. Пап, кейін ақша жоқ деп жүрмеңіз. Ой, сендер де бір ақшаны уайымдап. Қалағандарды ала бердер. Жоқ, пап, бізге бұлар керек емес. Сіздерден барлығы 15.800. Жоқ, әпке, бізге мыналар керек емес. Санап қойдым ғой мен. 15.800 барлығы. Қызым. Санап қойдым ғой. Жоқ, Керек емес па? қызым. Ақшам жетеді, ала бер. Ал бересіздер ма? Бәрін. Ол да аудардым әпке. Рахмет сіздерге. Стоп. Кеше пломдарын іске аспай қалған ба? Түрлерін таксиста кетті ғой. Иә, сендерде ше? Бізде нормально. Неге оқи бересің? Бәрібір салмайсың ғой. Оны қайдан білесің? Балшасын ба? Иә, сен документ тапсыруға ақша жетпейді. Не деген бәле? Оған да ақша керек па? Скоро жұтатын ау ақша болып кететін шығар. Менде бір план бар. Қалғандары қайда? Ашымы қаламыз, ашымы. Келіңіздер. Кішкентай үстінге Келіңіздер. Келіңіздер, көршілер, аламыз. Ертең байып кеткен кезде күлгендеріңді көреміз әлі. Бай болған кезде араласайық. Келіңіздер, ашымы қаламыз, келіңіздер. Келіңіздер, көршілер. Келіңіздер. Кішкентай 2 үстінге. Үлкен 5 теңге, келіңіздер. Ашымық нешеден? Ашымық па? Кішкентай 200 теңге, үлкені 500 теңге. Кішкентай бере сал. Ой, рахмет, қыздар. Сізге рахмет, келіп тұрыңыз. Ашымық аламыз, ашымық. Ашымық аламыз. Қыздар, не істеп отырсыңдар? Ашымық сатып жатырмыз, апа. Келіңіз, алыңыз. Кім сатқызып отыр бұны сендерге? Қақа қарап отыр әке-шешелерің. Жинал бол тез жиналыңдар, қазір полиция шақырамын да. Бол. Сатпаңдар бұл жерге ашымық. Магазин ғой бұл. Сен екеуін точно істей аласыңдар ма? Ой, ағай, қағаз тарату деген бізден қалған жұмыс қой. Істей аламыз. Ата-аналар үшін біле ма? Я, білет. Өздер жұмыс деген жақсы деп өздер жіберген. Так, онда кешкісімен келгендер. Кешке ма? Не болды, істей алмайтын болдыңдар ма? Жоқ, еш қарсылығымыз жоқ. Кешке келеміз. Давай.
Не болды? Бизнестерің басталмай жатып банкрот болды ма? Сен мазақтаған қалып еді. Күшті болсаң шықпайсың ба? Бізді көрші апа қуып жіберді. Әрине, енді қазір ешкім рұқсатсыз жұмыс жасамайды ғой. Ақылды болсаң өзіңде шықпайсың ба? Ерігіп жүрсің ғой. Кім айтты мен ерігіп жүр деп? Менде жұмыс бар уже. Не болды? Ештеңе, бірдеңе болу керек па? Келген бірдеңе білдіріп, келген адам қақсап тұр ғой. Олай емес, біз жай жүрміз болды. Неге жай жүрсіңдер? Екеуің кезектерің емес па дұршуатын? Барыңдар жуыңдар. Балалар, ыдыстарды да орнына қойса болмай ма, иә? Невозможно уж. Постоянно. Не болды? Қашан қарасам да әйтеуір бір ашуланасыз да жүресіз. Сізге бір құпия айтайын ба? Негізі бар ғой сізге йогаға ма, анау психологқа ма бару керек қой. Сіз мен мазақ қылып тұрсыз ба? Бекер мен сізді квартираға алғам. Не болды? Бірден міндетсің шығасыз. Ақшасын төлеп жатырмыз ғой. Осындасыз ба? Иә, осындамын. Түгелсіңдер ма? Алинұр қайда? Ома жоқ, Алинұр да жоқ. Олар қайда? Баламыз алмады ма? Жоқ, өшіп тұр. Айтпақшы қыздар, сендер үйге бара беріңдер, Мен тағы да бір айналып шығам, егер хабар болмаса бірден полицияға барам. Жоқ, мен баламды өзім іздеймін. Үйде жары жоқ қой, біз қорқамыз. Жарайды, жүріңдер. Қайда жүрсіңдер? Сендер бағанадан бері іздеп жүрміз ғой. Біз жұмыс істеп келдік қой. Кім сендерге рұқсат берді жұмыс істеуге? Адамды сонша уайымдатып, Алинұр? Телефондар неге өшіп тұр сендердің? Телефон заряды өліп қалды. Тым болмаса бізге бірауыз ескертпейсіңдер ма? Біз сіздердің жұмыс істеп жүргендеріңізді көрдік те, біз де құржымет деп ойладық. Кешіріңіздерші, тез келеміз деп ойладық. Так, қыздар, сендер де жұмыс істеп жүрсіңдер ба? Біз Руслан ағаларға тезірек ақша жинап, көшіруге көмектесек деп ойлағанбыз. Біз көптен істеген жоқпыз, көрші апай қуып жіберді. Еще көршілерге масқараладық десе, иә, бізді, иә? Ұят қой мынау деген. Ертең босатыңыздар бөлмені. Бір күннің ішінде үйді қайдан табамыз? Оның үстіне балалармен. Жұмысым жоқ менің онда. Түсалды ма? Тез қимылда. Кешіріңізші, жаке. Солар келгелі эконом дегенді ұмыттыңдар ғой сендер. Үйдің бүкіл ережесі бітті, бұзылды. Көршілерге масқара болды қой. Есесіне біз көңілді күліп жүрміз, мам. Ақша бақытта маңызды емес қой. Ақша бәрінен маңызды. Бізден де ма? Балалар, мына өмірде сендерден артық маңызды еш нәрсе жоқ мен үшін. Мен жай материалдық жағын айтып жатырмын. Онда бізге неге ештеңеге рұқсат бермейсіз? Мам, біз басқалар сияқты өмір сүргіміз келеді. Мен сізге бүй туралы айтып жүргеніме 3 жыл болды. Бірде-бір рет иә деген емес. Ал мен футболға барым келеді. Мам, бізде де хобби қызығушылығы деген бар шығар? Жоқ, мам. Мен сізге үнемі қолдау білдіріп, сіздің жағыңызға шығуға тырысамын.
бірақ бұл жолы олай емес. Олардың айтқаны дұрыс. Біздің де өз қалауларымыз бар. Балалар, мен сендерді ешқандай мұқтажсыз, ештеңеден қысылмай, уайымсыз өмір сүрсе екен деп жүрмін ғой мен. Бірақ біз осы уақытта дәл қазір өмір сүруіміз керек қой. Мам, оларды үйден қумаңызшы. Мені кешіріңдерші. Әкелерің осындай ашық ауыз аңқау, ақшаны оңды солды шашпағанда қазір қайда барамыз деп қиналып отырмас едік. Пап, сәлем деген жақсы әкес. Сізде әкесі бар, біз бақыттымыз. Жаным, сол. Я, сіз бізге ешқашан жоқ деп айтқан емессіз. Біз үшін қайда болсын сұраған затымызды тауып беруге дайынсыз. Жан. Пап, мен сізге айтуға ұялып жүрмін. Мен баскетбол мен волейболға бармай қойсам болады ма? Неге не болып қалды? Тек футбол ғана ұнады, қалғандар ұнамай қалды. Неге басында айтпайсың, балам? Сіз сонша ақшаны төлеген соң бармай қалуға ұялдым. Кешіріңізші. Батырым сол. Ақыл көп қойсын, ақыл. Қызым, Кейде өзімді асырап алған сияқты сезініп қалам. Неге сендерден басқаша болыппын? өйткені сен анаңа ұқсағансың. Түріңде алмай қалған. Шынымен ба? Иә. Келе ғой шуа, сол. Мінезден де сондай, тік мінезді сондай. Шуа. Ары бері көшіп үйреніп қалдық қой. Ештеңе етпес, үй табамыз. Біз келгелі бірінші рет дастарханда тамақ ішіп отыр екенбіз ғой, иә? Және соңғы рет. Иә, көшеде қалмасақ жарар еді. Соң айтсаш, алып үйлерің жоқ дейді, дедім қап кетсеш. Онда не болады? Балалар қойындар. Кеше мен ашумен арылып кеттім, айып етпеңіздер, иә? Балалар, сендер де айып етпеңдер. Енді осы үйде қала берсеңіздер болады, және қашанға дейін қалам десеңіз де өз еріктеріңіз. Ойфырмай, осы бірінші көргенде бір-бірлеріне күн бермейтіндей болып едіңдер ғой, ә? Біз достарымыз, тіпті бармыз десек те болады. Жарайсыздар. Кіруге бола ма? Жоқ. Ой, бір-екі метр жерім қызған. Қойш, рұқсат бермесе кірмейміз деп уәде бердік қой. Білем. Әдемі болды. Рахмет сендерге. Жүріңдер. Қаш қандай әдемі, иә? Иә. Айсәуле, отыршы, басым ауырып кетті. Жауабы келмейінше жаным жай таппай тұр. Ой, Айсәуле, түсесің ішқа оқуға. Сен қалай дайындалғанды барлығымыз көрдік қой. Иә, болмаса жай мектепте де оқи бересің ғой. Түстім. Түсті, мен ешқа оқуға түсті. Молодец! Молодец! Балапан шашты.
айтып өсіреміз сен қызым. Айтпақшы, үйірме ұнады ма, қалай екен? Иә, алғашқы сабақ күшті өтті. Рахмет, маған бұның қанша маңызды екенін білсеңіз ғой. Білем, жаным. Мен әрдайым сенің жаныңнан табылам. істеп жатсыздар, мам? Отырмыз. Алинұр, айтпақшы, сен футболға жазылғың келген еді ғой, барамыз ба? Шынымен ба? Мә, онда мам, мені Русланаға апарсыншы. Омар екеуміз бірге барамыз. Бәрін әкелері апарады ғой. Жарайды. Топаға мамасының. Көрдің ба? Мен осы үйде сенен көп ақша таптым. Өзім айтып алып, өзім ақшасқа көттім сонда. Уайымдама, алғашқы айлығыма сені угощать етем. Не жегің кеп тұр? Мәші саған. Біртүрлі екен. Несі бір түрлі? Сен мен осында ең жақын досымсың ғой. Тек 1000 теңгенің ішінде. Сөз жарайды, кеттік. Қалай екен? Күшті, дәл мен армандағандай екен. Иә, өз армандағында Криштиану Роналдо екен. Ал, үйге айттық па? Иә. Міне, қызым. Не? Экономдап жатырмын ғой. Ертең ақшаны ұстап қалам. Пап, Бұл қызға мен де әлім жетпек балам. Есесіне, жақын арада өзіміздің үйіміз болады. Жарайса қызым. Сен болмағанда біз не істер едік? Ишанымыз. Кетіп қалды ма? Иә, келіп қалды. Ал, саламатсыздар, қалайсыздар? Қош келдіңіз. Шаңырақтарыңыз құтты болсын. Алды. Шашу, ал. Ой, рахмет. Үйлеріңшен әдемі екен, құтты болсын. Рахмет. Тамақ дайын болып қалды. Түрлетіңіздер. Ой, рахмет. Айсәуле, қалай? Нешті сабақ қиын болып жатқан жоқ па? жоқ, бәрі жақсы. Адия, мынау не? Қалалық бейжарсынан бірінші орын алдым. Үйтіп мақтанатын болсақ, мен футбол академиясынан түстім ал. Әні. Жарайсыңдар. Онда той дейтін нәрсе көп екен ғой, біз сендермен мақтанамыз. Қане? Түрлетіңіздер. Иә, жүріңіздер. Бала жүріңдер. Кірсеңізші. Жоқ, біріншісіз. Қонақсыз ба? Сәлем достар. Кас Продакшнның кастингіне келіңіздер. Бізбен бірге үлкен киноға түсіңіз. Өз мүмкіндіктеріңізді Жіберіп алмаңыздар.